Бүгінгі сабағымыз тотығу дәрежесі анықтау. Біз тотығу дәрежесін анықтағаннан кішкене оңайдан қиынға қарай өте де жөн көрдік. Тотығу дәрежесі бізде электр терістілігіне өте тығыз байланысты. Өйткені электр терістілігі төмен металдар әдетте олар электронды көбінде береді, оң тотығу дәрежесін көрсетеді. Бейметалдардың электр терістілігі жоғары болғандықтан олар көбінде терісті көрсетеді. Мысалы, фтор тұрақты -1-ді көрсетеді деген сияқты. Бірақ та кейбір металдар бағынбайды. Реакция қосылыстар түзген кезде 2 немесе 3 сондай тотығу дәрежесін көрсетуі мүмкін. Олар көбінде Т элементтер. Әсіресе S металдар көбінде бірінші А тобындағы жатқанлар, олар бір тотығу дәрежесін, екінші А тобы жатқандағы металдар 2 тотығу дәрежесін, енді қосымша Д тобында жатқан металдар көбінде бірнеше тотығу дәрежесін көрсетеді. Мысалы, темір 2 немесе 3, марганец одан да көп дегендей. Енді жалпы тотығу дәрежесін мынандай қосылыстардың анықтаған кезде нөлге тең принципі арқылы анықтаймыз. Мысалы, мынаны анықтау үшін біз әдетте электр терістілігі жоғары оттегі фтор, бұлар тұрақты тотығу дәрежесін көрсетеді. Әсіресе оксидтерде оттегі -2-ні көрсетеді. Ондай болса, бізде азот қанша? Жоғары мен төменгі индекс санын көбейтеміз. 2х, мына жерде көбейтеміз. 10, -2 менен 10, -10. Енді осы нөлге тең принцип арқылы, сонда х тең 5-ке тең болады. Осылайша біз азотты анықтап алдық, 5 екен. Енді бұл бірінші жолы. Екінші жолы бізде формуланы құру кезінде үйренгенбіз. Мынандай тау жұп кезінде мына индекспенен тотығу дәрежелері бір-біріне пропорциялы ауысатынын көрсеткенбіз. Мысалы, алюминий оттегі деген сияқты. Мысалы, алюминийдің тотығу дәрежесі көбінде тұрақты 3, -2, ал енді осы жерде тотығу дәрежелер индексті табу үшін бұлар бұлай алмасады деген принципті біз үйреніп кеткенбіз. Енді оны қалай ауысады, не үшін ауысады деген қазір тағы да бір түсіндіре кететін болсақ, алюминийдің сыртында бізде қанша электрон болады? 3 электрон болады. 3 электрон болады. Ал оттегі қанша электрон қабылдайды? Бір қабылдағанда 2 электрон қабылдайды. Ондай болса, бұна жерде бізде 2 алюминийде қанша электрон болып тұр? Жалпы 6 электрон болып тұр. Осы 6 электронды қабылдау үшін оттектен қанша болу керек? Әдетте оттегі ең сыртында 6 электрон болғандықтан ода бос орбитал тек қана 2 электронға ғана бар. Мысалы, бұлай жазып қойын, мына 6 электрондың мына екеуі мынаған кетсе, қалған 2 электронды қабылдайтын тағы бір оттегі керек, дегендей. Көрдіңіздер ме мына? Оттегін мына 2 электрон қабылдайды дегендей. Сонда бізде алюминийден 2, оттегінен 3. Осылай қалай шыққаны туралы біз бұны сызба нұсқада формуласын құруда үйреніп кеткенбіз. Бірақ енді қазір тотығу дәрежесін анықтауда мына формуланы тотығу дәрежесін анықтауды үйреніп жатырмыз. Былай айтқан кезде мына формуланы білген адам бірден мынаны жаза береді. Енді келесі фосфорды келістірейік. Фосфор қышқылы. Бұл жерде де сол сутектікі 1, бұл жерде оттектікі -2. Ондайса 1 менен 3-ті көбейтеміз. 2 қосу. -2 көбейту 4 тең 0. Сонымен х тең бізде 3 -8-ден азайтылғанда -5, былай өткенде 5 болады. Былай шыққанда мына жерде фосфордікі 5 көрсетіп тұр. Енді мынаны өздеріңіз табыңыздар. Енді мынау. Бізде бұны ең қарапайым есептеу формуласы мынандай. Мысалы, натрий SO3 деген мынандай формула бар. Бұны натрий сульфиді. Енді бұны қалай анықтауға болады деген кезде бағана мына принцип арқылы да анықтай салуға болады. Немесе екінші принцип бізде мынаның айырмасы, мынаның тотығу дәрежесінің 0-ге тең емес, -2-ге тең деп аласыз. Сонда х, мынаны х деп аламыз, мына -2, сонда х
2 мен 3-ті көбейтсеңіз 6 тең 2 минусқа. Міне осылай теңдеу құрасыздар. Сонда мына екеуінің тотығу дәрежесінің қосындысы мынаған тең дегенде. Сонда x тең 4. Енді мынадан да есептеуге болады, формуласын ретінде. Енді мынаны қарастырайық. Бұны мен мына жерге қарастырайын, Сонда бірден есептей берейік. Мысалы, хром x минус 8 тең 2 минусқа, тең қанша болады? 6-ға тең. Мына жерде хром 6-ны көрсетіп жатыр. Так, келесіде қарастырайық. Органикалық қосылыстағы бізде запись жүріп жатыр екен, білейін деген бұл. Так, екіншіде органикалық қосылыстарында біз көбінде өзгеріске ұшырайтын көміртегі атом тотығу дәрежесін көбінде тауып үйренуіміз керек. Мына жерде бізде енді бұл оңайырақ, сызбасымен ақ түсінікті. Әрбір сутектен бір электрон алып, ортақ электрон жұбын құрып отыр, ковалентті байланысы. Бұл жерде минус 4, өйткені әрбір сутектен бір электроннан алып отыр, минус 4. Ал мына жерде қанша көрсетеді? Бұны да сызып көруімізге болады. Так, мына жерде мына жерде 3 сутектен бізде 3 электрон алып отыр. 2 сутектен 2 электрон алып отыр. Ал оттек, көміртекпен де сутектен де бір электрон алып отыр. Сол жерде көміртек 2 тотығу дәрежесін көрсетіп отыр. Коваленттік байланысты қосымша алып айтатын болса, мына жерде ковалентті полиосты байланыс, мына жерде ковалентті полиоссыз байланыс, мына жерде әлсіз сутектік байланыс. Мына жерде ковалентті полиосты байланыс. Бірнеше байланыстар бұл жерде тұр. Енді мына екеуін сіздерге үй тапсырмасына беріп кетейін. Енді мына жерден қарайтын болсақ, төмендегі реакция теңдеулеріндегі қосылыстардан өзгеріске ұшыраған тотығу дәрежесін көрсетейік. Енді бұл не үшін қажет дегенде, бізде 9-шы сыныптарда және 10-11-лерде кездеседі тотықтырғышты тап, тотсыздандырғышты тап деп. Сол кезде мына принципті жаттап алуымыз керек. Егерде тотығу дәрежесі өзгерсе, онда ол тотығу процесі тотықсыздандырғыш тысышы деп. Ал тотығу дәрежесі кемісе, тотықсыздану процесі тотықтырғыш. Мысалында кемігенде қысқарып, ұзарғанда үлкен, ұзынарып деп солай, үшәріп деп солай жазып, миларыңызға солай жазып алсаңыздар, бұл миға тез жазылып, ешқашан шатаспайтын боласыз. Тотығу несін көрсетіп жіберейік енді. Бұл енді есептеулерде көп кездеседі. Мысалы, мына жерден есеп құрастырып жіберетін болсақ, мысалы 10 грамм тотықтырғыш, мына реакцияны төмендегі реакция теңдеу бойынша 10 грамм тотықтырғыш немесе тотықсыздандырғыш сумен әрекеттескенде деп бұлай есеп құрастырғанда сіз уже білуіңіз керек. Су ма, жоқ, мынау ма деген сияқты. Енді басқалай есептеді мына жерде бір зат екі тотықтырғыш та тотықсыздандырғыш та болып. Басқа заттарда көбінде солай кездеседі. Так, енді қарастырайық. Мына жерде марганец қанша көрсетеді? Так, мына жерде минус 2, 8, 8-ден 2-ні азайтып тастайсыз, мына жерде 1. 8-ден 2-ні азайтып тастасаңыздар 6. Марганец мына жерде 6-ны көрсетіп жатыр. Мына жерде 2, 8, 2, 4, 8, 8-ден 1-ді азайтасыз, 7-ні көрсетіп жатыр. Мына жерде 4-ті көрсетіп жатыр. Сонымен, мына жерде марганец тотығу дәрежесі артып, мына берді тотықсыздандырғыш болып жатыр. Ал мына жерде тотықтырғыш болып жатыр, тотықтырғыш болып жатыр. Так, енді осы жерін бір реакция теңдеуін теңестіріп жіберсек, мына жерде артық затты алып тастайық. Біз өткенде бір теңестіре алмай қалдық, сөйтсек, сол артық бір затты қосып алған екенбіз. Артық заттарды қоспау керек екен бізге. Так, мына жерде бізде 6-дан 7, былай жатқан кезде бір электронды берді қосып. Мына жерде 6-дан 4 кеміді.
Ондай болса, бұл жерде қосып алды 2 электрон. Айырмашылық бізде 2 электрон, сондықтан жерге 2-ні көбейтеміз. Мына зат 2 түрлі қасиет көрсеткендіктен біз мына жерге көбейтіп қоямыз 2-ні. Енді қарасаңыздар, 2 маргенс, мынаумен 3 маргенс. Мына жерге 3-ті қоямыз. 3 2 6 калий, мына жерге 6-ның 2-сі міндерге кетті, 4-і міндерге келеді. Так, сонымен 4, енді су. Су біздерде 4-еу, мына жерге 2-ні қоямыз. Оттегі 3 4-ім 12, 14 болды. Мына жерде 2 4-ім 8, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14. Теңесті. Міне теңестірі алдық. Біз алдында осы неден біраз қиналып қалдық. Так, міне осындай теңестірген қалған былай жаза берейік тотығу дәрежесін. Так, мына жерде -2, 1, ондай болса мынау 7-ні көрсетіп тұр. Так, маргенс мына жақта өзгеріске ұшыраған, жерде 2 йод өзгеріске ұшыраған. Қалған өзгеріске ұшырамағандан керек жоқ оны жазудың. Өзгеріске ұшырамағандан керек. Осы өзгеріске ұшыраған арқылы біз ары қарай есептей береміз. Так, мына жерде фосфор сульфиті, жерде 3, жерде 2, мына жерде 2 шым 6, 6-тан 1-ді алсаңыз 5. Так, фосфор мына жерде 2, 4, 8, 3-ті алсақ 5, мына жерде 4, мына жерде 4. Бұл жерде 3 элемент қатысып отыр. Оны тотықтырғышты бір бөлек жазамыз, тотықсандырғышты бір бөлек жазамыз, солай есептеп, қосып есептеуге болады электрон жалпы қанша ауысқан. Так, біз қазір өзіндік жұмысты өздеріңіз істеуге қалдырам, өзіндік жұмысты. Біз мынаны уже талдадық. Мынаны біреусін көрсетіп кетейін енді. СО4 екеуінің қосындысын тотығу дәрежесі -2-ге тең деп аламыз. X минус 8 тең 2 минус X тең 6. Бұл жерде тотығу дәрежесі 6-ны көрсетеді. Қалған өздеріңіз есептеп аласыздар. Мына жерде де солай. Мынау кішкене қиындық тудырмасын. Бұлда да оңай. Натрий гидросульфаты деген қосылыстың гидросульфатын алып келіп қойғанбыз. Тотығу дәрежесін анықтап, электрондардың өзгерісі бойынша теңестірейік дейді. Так, енді біз мынаның біреуін қарастырайық. Так, мынаны қарастырайық. Так, бұл жерде тотығу дәрежесі өзгерген бізде мыс. Так, күкірт мына жерде 6, мына жерде 4. Так, енді қарастырайық. 2 электрон бізде берді, Так, қосып берді. Так, енді 2 электрон. Так, мына жерде 6-дан 4-ке кеміп отыр, Бұл жерде так, 2 электрон. Так, енді екі жақтада да 2 электрон болғандықтан, біз бұны қарапайым әдіспенен не қыласыламыз. Мына жақта 2-еу, бізде күкірт. Мына жерге 2-ні қойық. Так, 4, мына жерге 2-ні қойық. Так, 8, 4, 2-ге қоссақ 6, мынамен 8 ұш теңесіп тұр. Так, қалған істерге үй жұмысына енді есептеу. Негізгі есептеуге келейік. Бізде қанша минутымыз бар? Біз 30 минутқа есептегеміз, әлі бізде 15 минут бар. Осы көп уақытты осы химиялық есептеулерге жіберсек дегенім. Химиялық есептеудің ең қарапайым есептерін бастайық. Енді химиялық есептеуді біреу үшін бірінші реакция теңдеу міндетті түрде жаттауымыз керек. Реакция теңдеу міндетті түрде жаттаймыз. Осы реакция теңдеулерінен қолдана арқылы біз есеп шығарамыз. Реакция теңдеуін дұрыс жазбасақ, онда біздің есебімізде қате шығады деген сөз. Кеттік. Массасы 5/4 алюминий
массасы 500 грамм 75% күкірт қышқылмен әрекеттескенде бөлінген газдың көлемі дейді. Кішкене орын қалдырасыз бізге. Енді біз оңтайластырып алуымыз керек. Бізде алюминдікі бар. Алюминдікі дайын. Күкірт қышқылының массасы бізде дайын емес. Мына жерден біз тауып алуымыз керек. Мысалы, 500 грамның 75% қанша деген сияқты. Бұл жерде мынаны пайыздан құтылдыра саламыз. Так, өстіп оны 500-ге көбейте саламыз. Так, калькулятормен қазір көбейтетін болсақ, көбейтіп жіберейін. 0,75 көбейту 500 тең 375. Жерде 375. Енді ұбт тестісін шешкен кезде бірден шешу басқысын орындап кету керек. Ал енді сыныпта орындаған кезде біз бұлай жазуымыз керек енді. Берілгені деген сияқты. Мысалы, масса тең 5,4 алюминий қосылды немен? Күкірт қышқылымен. Табу керек біз ненікін? Бөлінген газ. Енді алюминий мен күкірт қышқылы әрекеттескен кезде бізде SO2 түзіледі, SO2 түзіледі. Ондай болса, көлемі тең қанша? SO2. Так, шешу. Кішкене тайып кетірейін жібеңіздер. Так, алюминий қосу H2SO4 алюминий сульфатын жазғанда біз мынау үшеу, SO4 екеу, 3 анаған кетеді, SO4-тің 2-сі мынаған кетеді, Так, сосын SO2 тең су. Енді бұны теңестіріп жіберейік. Алюминийдің алдына 2-ні қойып жіберейік. Мына жерге бізге 3-ті қойып жіберейік. Так, сонымен мына жерге 6-ны қойып жіберейік. Күкірт қанша болып кетті? 3, 6. Жерге 6-ны қойып жіберейік. Так. Енді бізде күкірт қышқылы алюминий 5,4, күкірт қышқылы 375 грамм. Енді қараңыздар, мынау қандай есеп? Бұл әрекеттесуші екі заттың массасы берілген кезде түзілген заттың массасын табу деген есеп. Әрекеттесуші екі заттың массасын мен қарапайым алайын деген едім. Енді есептің біреуін тере салып едім, осылай шығып қалды. Негізі мынаны алып тастауым керек еді. Бірақ та жарайды, мынаны бірден түсіндіріп кетейін. Егер де мынау әрекеттесуші зат біреу болып жатса, бірден пропорция құра береміз. Ал енді екі зат бірдей болған кезде бұлардың зат мөлшері қайсыныкі аз, соны қарастырамыз. Зат мөлшері аздығын оның несі толықтай әрекеттеседі деген сөз. Так, мынаның зат мөлшерін есептеу үшін біз 2 көбейтілгенді алмаймыз, 27-ні аламыз. Так, 27. Мынаныкін табу үшін 98-ді аламыз. Так, енді зат мөлшерін есептеп жіберейік. Так, калькуляторды есептеп 5,4 бөлу 27. 0,2. Так, мынаныкін есептеп жіберейік. 375 бөлу 98. 3,8. Қайсыныкі аз болып тұр? Бізде мынаныкі көп, мынаныкі аз болып тұр, Онда болса біз мынаны аламыз. Осымен есептейміз. Енді осымен есептегенде бізде газды сұрады, көлемді сұрады. Көлем литр деп қоямыз, немесе X литр деп қойсаңыздар да болады, мына жерде. X литр деп. Литрға литрді аламыз, мына жерде көлемді аламыз. 3 көбейту 22,4. Так, мына жерде мен маркерді кішкене сарылау қылайын ба? Көптен қылып есептейін. Міне, бізде уже екіншіде біз мынаны алдық. Грамға грамды аламыз. Грамды алған кезде екінші есептегенде, тақта мына бірінші есептеу кетті ғой. Бірінші есептеу біз зат мөлшерін тауып алдық. Екінші есептеу мына жерге қарастырайық. 5,4 қалдырамыз да, мына жерге жалпы массаны аламыз.
мынаны қалдырамыз. Мынаны аламыз. Бұл бізде екінші есептеу барысында болып жатыр ғой. Так, сонымен пропорцияны мына жерге жазайын. 5/4 көбейту 27-ні анаған көбейтсек 54 тең x. Мынауымыз деген 67-де 2. Так, x тең. Енді қарасаңыздар, мынадан 1-0 кем болып тұр, ана жақтан. Так, 64. Дұрыс. 1-0 мынадан кем болып тұр, 1/10. Сондықтан мына жерден болады дегеніміз. Так. Міне осылай біз есептедік. Түзілген газдың көлемі мынау. Жалпы бұл есептің, бұл берілген реакцияға қатысушы екі заттың массасы берілген жағдайда түзілген өнімнің массасын табу деген. Егер де мынау болмағанда бірден пропорция құрып есептей беретін едік. Пропорцияның амалы ол массаға молекулалық массаны алу, көлемге молекулалық көлемді алу. Бұл жерде мына молекулалық массаны алғанда коэффициент бізде көбейтіліп кетіп отырады. Коэффициент көбейтіліп кетіп отырады, мына жердегі сияқты. Так, кеттік. Белгісіз металдарды анықтау. Белгісіз эквивалентті металл 2,4 грамм жеткілікті мөлшерде тұтқышпен әрекеттескенде қалыпты жағдайда 2,24 литр сутек газы бөлініп шықты дейді. Белгісіз металды анықтаңыз, түзілген тұздың массасын анықтаңыз дейді. Жалпы біз Менделеев кестесінен біз мынаны білеміз. Бір валенттіліктердің оксидтері былай жазылатын, екі валенттегі оксидтердікі былай жазылатын, үш валентті оксидтердікі былай жазылатын біз білеміз. Осы бойынша бірден осылай реакция теңдеуін құра береміз. Белгісіз екі валентті металл 2,4 грамм тұзғышқылмен кеттік мына жерде. Енді бағанағындай берілісі металл эквивалентті тең 2,4 грамм немен әрекеттесті? Тұзғышқылымен газ, сутек газ бөлініп шықты дейді, қажет. Бұл жерде газдың көлемі 4 литр. Сутек газдың. Енді табу керек бізге металл дегеніміз не? Так, шешу. Металл қосу тұзғышқылы, металл хлориді және теңестіреміз. Металдың массасын жоғары жағына жазамыз. Бізде газ. Бағана сіздерге айтып кеттім. Мен граммға нені аламыз дедік? Мынаның массасын аламыз деді. Онда болса молекулалық масса деген сөз. Ал мына литрға мен қалыпты жағдайда нені аламын дедім? 22,4. Так, енді қарастырып кетейік, пропорцияны құра берейік. 2,4 x тең 22,4 2,24 22,4 былай шыққан кезде x тең 24 магний деген сөз. Так, белгісіз металды анықтаңыз дегенде белгісіз металл магний болды. Енді мына жерде түзілген тұздың массасын анықтаңыз дейді. Біз енді уже екінші есепті қарастырайық. Екінші есепті мен қарастырайын. Қызылменен мынамен қарастырайық. Екінші есепті. Екінші есепте тура осылай қала берсін. Бізде металды анықтап алдық. Или мынаумен де жібере берсек те болады. Немесе мынаумен өйткені массалар сақталу заңы бойынша ұқсас әсер етеді.
Так, біз мынаумен жібере берейік, жарайды. 2/4, мынау бізде не болды? 24 болды, е. Мынаны аламыз, мынаны аламыз. Мына жерге біз x, y грамм деп қояйық. И молекулалық массасы бізде магний хлориді. Магний хлоридінің молекулалық массасын біз есептеп көрейік. Хлордікі 71, хлор екеу болып тұр ғой. Қосу 24, 95. Так, пропорция құрдық. 2/4, 24, 95. Так, 95 көбейту 2/4 бөлу 24, 9/5. Башқына міне бір орын жылжып отыр ғой, бір орын бірлік кем болып тұр. Так, бұлай да есептесеңіздер де болады. Ұқсас шығады. Егер белгісіз металл оқыш таппай жатқан жағдайда осылай есептесеңіздер болады. Так, енді мынау енді үй тапсырма жасайық. Бізде, үй тапсырмасы ретінде жасайық. Белгісіз бір валентті металл оксидінің массасы мұнша, үгін усмай әрекеті 16 грамм гидроксид түзілді дейді. Мен формуласын құрып кетейін, ары қарай өздеріңіз орындай бересіздер. Белгісіз бір валентті металл оксиді. Бағана бір валенттілердің металл оксиді бізде РКО жазылады. Енді РКО деп қояйық. Сұрақты кішкене түрлендірген сумен әрекеттестір. Так, сумен әрекеттестіргенде андай гидроксид шығады. 2-ні оя саламыз. Мынаның массасы бізде 12/4. 12/4. Мынаның массасы 16 грамм болып тұр. Граммға біз граммды аламыз. Міне жерде біз қалай есептеп кетеміз? Біз оттегінің массасын білеміз. Оттегінің массасын білеміз. Сондықтан мынаны есептейік. 2x қосу 16 деп не? Бір белгісіз бар, теңдеу құрамыз. Мына жерде де 2x қосу 17 деп құрамыз. Мынау 17, мынау 1. Енді ары қарай өздеріңіз есептей бересіздер. Немесе жеңілдетуге де болады. Мынаны былай қысқартына 8 қылдырып, өстіп ары қарай пропорцияны құрасыз. Мынаумен мынау көбейтіледі, мынаумен мынау көбейтіледі. Сіздер білесіздер. Так, осылай ары қарай есептей бересіздер. Так, біз бүгінгі сабақтың талдауын бастай берейік. Төменде қосылған қайсысы хлор? Төменде қосылған қайсысы хлор тотығу дәрежесі ең жоғары? Так. Біз бағана есептеп кеттік. Тотығу дәрежесі бірден есептей берсем болады. Мен біразын есептеп көрсетейін, қалған өзіңіз. Так, мына жерде 2, 2×6, 1-мен азайтасыз. -6, 1-ді қоссаңыз -5 болады. 0-ге тең болу үшін мынау 5 болады деген сөз. Так, келесі мына жерде. Мына кальций 2, мынау қанша болады? X -4 тең -2-ге, X тең 2-ге тең болады. Так, мынау -2, 2, 2, 4, -4 тең -2. 2 болады. Так, мынау бізде 7 болады. Мына жерде де 7 болады. Енді қарайтын болсаңыздар, мына жерде мына екі қосылыстың көп кездесетін бізде мынау. Сондықтан осыны дұрыс деп қабылдайсыздар. Так, мынау бізде қосылған оттегінің тотығу дәрежесі. Бізде фтор -1. -1 мен 2-ні көбейтесіздер. -2 0-ге тең болу үшін оттегі 2-ні көрсетеді. Осы бір жерде ғана оттегі плюс 2-ні көрсетеді. 0-ге тең болу үшін плюс 2. Так, төмендегілердің қайсысына күкірттің тотығу дәрежесі 4-ге тең. 4-ге тең. Так, мына жерде 0-ге тең, мына жерде -2-ге тең, дұрыс емес. Мына жерде қарасаңыздар, осы жер дұрыс. -2, 6, 6-тан 2-ні тастайсыз, 5. Ойбай, тоқтай тұр. 6, 2-ні 4.
4. Мына жерде минус 2, 8, 8 көрсетсе 6. Мына жерде 4-ті көрсетеді, мына жерде 6-ны көрсетеді. Бізде көрсеткен жауап мынау дұрыс. Так, келесі. Темір оксиді, бұл жерде екі түрлі оксид. Темірдің орташа тотығу дәрежесі қанша? Енді бізде жай ғана тотығу дәрежесі қанша деп шатастырып отыр. Негізі бұл жердің қиналатын түгі де жоқ. Бұлай жаза береміз. X минус 2, мысалы 3x тең минус 8 тең 0 дейміз. Сонда x тең 3-тен 8-ге тең. Ешқанда 8-ті 3-ке бөле саласыздар. Орташа тотығу дәрежесі 2-нан 7 дегендей. Төменде реакцияның теңдеуінің тотығу дәрежесі өзгеретін элементтерді атаңдар. Өзгеретін элемент мына жерде жай зат болды, мына жерде күрделі зат. Ондай болса, жай зат күйінде 0, мына жерде 2-ні көрсетіп тұр. Мына жерде 2, 3, 6. Мынаумен азайтасы 5. Мына жерде минус 2, 0-ге тең болу үшін 2. Так, сонда бізде мыс пен азотта ғана өзгеріс болып тұр. Мына жерде тотығу дәрежесін бізде сүттегі әрқашан 1, 4, 2-ке бөлсеңіз 2. Минус 2-ні көрсетіп тұр. Немесе бұны бұлай есептейік. 2x плюс 4 тең 0. X тең 2. 2 оғанда мынау бұлай өткенде минус 4 болады. Минус 2. Так, хромның тотығу дәрежесі. Калиций хроматы. Бұл жерде де минус 2, 14. 14-ті 2-ге бөлесіз, өйткені мынау 1 ғой. 4-ті 2-ге бөлсеңіз қанша болады? 7. 7. Так. Кеттік. 2 қосу 2x минус 14 тең 0. Так, енді 2x мынауыңыз 12. 12-ні бұлай аударсаңыз 14-тен минус 14, 12, 12-ні бұлай аударсаңыз 12 тең 6. Жерде бұл 6-ны көрсетеді. Так, 2, 6, 12, 2, 14, дұрыс. Кеш болғандық менде уже миым істемей бара жатыр. Төмендегі қосылыстардың қайсысында электронның барлық нөлдік дәрежесіне кездеседі дейді. Нөлдік дәрежесіне кездесетін жай заттар, жай заттар. Натрий тиосфат қосылысында күкірттің орташа тотығу дәрежесін. Енді бұны өздеріңізге қалдырамын. Бұны жоғары жақта есептеген сияқты. Төменде тотығу тостандырғыш анықтаңыз дейді. Тотықтырғыш пен тотыстандырғыш. Енді мен сіздерге бағана айтып кеттім. Тотығу дәрежесі бізде мына жерде қанша болды? 8. Бұтыласа 7, 7 маргенс мына жерде қанша? 2-ні көрсетіп. Не, тотығу дәрежесі кемісе, бұл бізде тотықстандырғыш. Тотықтырғыш, қысқа әріп. Тотықтырғыш. Тотығу дәрежесі көтерілсе, ұзын шарп дене, тотықсыздандырғыш. Так, сонымен тотықтырғыш бізде кемігеді. Мынау тотықтырғыш. Ал хлор жерде артып отыр, минус 1-ден артып. Тотығу дәрежесі артса, ол тотықсыздандырғыш. Онда бұны тотықсыздандырғыш. Осылай анықтай салсаңыздар болды. Так, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.